Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ болып шығатын панкейктер пісіреміз. Оған бізге ең алдымен осындай айранымызды алып, оған жарты шай қасық содасын салып, кішкене араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Айран көтерілгенше. Содан кейін бөлек ыдысымызға бір жұмыртқаны алып, 2 ас қасықпен қант саламыз. Мен 1 ас қасық салдым, өйткені менде тәтті айран болды. Сол бөлек ыдысымыздағы жұмыртқа мен қантымызды араластырып, жаңағы көтерілген айранымызға құямыз. Оның үстіне біз ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластыра отырып, оның үстіне біз сұйық майымызды құямыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай бір келкі әдемі қамырымыз шығады біздің. Оттың астын жай қойып, орташа отта қойып, табамызға пісіріп аламыз. Асты қызарғаннан кейін шетінен осылай аударып отырып, жақсылап пісіреміз. Міне қараңыздаршы, өте оңай әрі жасалынады, әрі өте дәмді, жұмсақ, ортасы піскен. Қараңыздаршы, қандай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге барлығымызға ұнады, отбасымызға бір дегеннен отырғанда жеп қойды.